Достар, енді украшать етеміз. Достар, украшать етеміз. Жаңа сылмайды. Мынаны кім қойған? Достар, мынаны біз бұны біз ашке қоямыз. Бұл стол. Мен мына жерге мынаны қоямын. Нашке қойсай. Нашке. Үштен сықауды қойсай. Міне сықауды. Нашке шляпаларды нашке қыстырып қоямыз. Или ана нашке қоямыз. Нашке заттар бар. Киімдер бар, сыға қоямыз. Ал нашке кукланы нашке сіңілім ойнауға, сіңілім деп мысық ойнауға қоямын. Так, бұны қыстыртып қоямын. Достар, мен Міне нашке қой салдым, мен нашке қыстырынбай қалды. Достарына қыстырғышты мен несі қойып қоямын. Бұл үшін тұсын қалады, бұл нашке қойсай. Так, бұл ручкалерді мен нашке қоямын. Міне, заттар тұратын жақ осындай. И мынаны мен бұны нашке қыстырып қоя берем. Бұл кішкентай ғой. Так, енді бұны мысық жаққа қоямын, наш затты қояды. Мен мына қыстырғышты мына қойып қоямын. Заттар тұрады осы іштегі кіріс. Мен де қойып қою керек ау. Қоя салшы бұны. Қоя бер. Ол дәу жер өзін ұнайды ғой. Мен енді мына мысықтың ойнайтын затын нашке қоямыз. Сосын ертегілер алайық па магазиннен? Давай. Ертегілер ұнайды маған үшін. Мысыққа оқып береміз заты. Қиын ертегілер бар оның ішінде. Бірақ біз оқып тастағанбыз ғой. Тоқта! Не, бірінші мысықты іздеп аламыз. Мысық қайда? Далада не алып жүрсің? Пушон. Енді ертегі сатып алуға барамыз. Үш ертегі керек, ә? Алайын ба шыны? Үш ертегі. Мен ертегі алайын деп жатыр. Жүренді. Не біз мініп алдық. Осы ертегілерді мұнеміз нашке жатқызамыз. Пока-пока. Бұл